Орал қаласындамын, жаңа ғана жедел штабтың отырысынан шықтым. Орынбордан бастау алған тасқын бұл қалаға 5 күнде жетеді деген қауіп бар. Сондықтан да су бұзып кетеді ау деген жерлердің барлығында да 12 метрден кем емес бөгендер салынып жатыр. Қазірдің өзінде 1226 үйді, 1905 саяжайды су басқан, 450 баспана жарамсыз деп танылып отыр. Қазір тексеріс жүргізілген екен. Облыс бойынша 13 мыңнан аса адам эвакуацияланған. Орынбордан шыққандағы қызыл судың пигі 11,87 дейді. Енді бізге жеткенше қанша болады, оны мамандар қазір есептеп жатыр. Соңғы рет су Орал қаласына тарихқа көз жүгіртсек 1957 жылы кірген екен. Енді биыл сол оқиға қайталанбас үшін қызу дайындық жүріп жатыр.